Бүгін мен сендерге қазақтың ұлттық ойыны қанталапай ойынын алып келдім. Ойынның шарттарымен таныстырып өтейін сендерді. Бірінші мен мына қоржындағы асығымды ортаға шашамын. Содан кейін сендер әркім өзіне асық жинайды. Асықты жинағаннан кейін ішінде бір көп асықтың ішінде қызыл асық болады балалар, міне. Бұл қан асығы деп аталады. Яғни осы асықты кім қолына алса, сол ойынды бірінші болып бастайды. Қан асығы түскен бала сол ойынды бірінші болып бастайды. Әркім өзіне жинаған асығын тігеді ойынға. Содан кейін ойынның шарты бойынша ұпай жинаймыз. Қанша асық атып ұтып алсаңыздар, сол бала қанталапай ойында жеңіске жетеді екен. Қане балалар, ойнаймыз ба? Иә. Жарайсыңдар балалар, онда ойынымызды бастаймыз. Жарайсың ба, Ибрахим? Ибрахимде 9 асық бар екен, және де Ибрахимде хан асығы бар екен балалар. Ең бірінші болып ойынды Ибрахим бастайды қазір. Жарайсың. Енді ал балалар, ойынымызды хан асығы бізде кімге түсті? Ибрахимге түсті. Ендеше ойынды бірінші болып Ибрахим бастайды. Ал қане, Ибрахимге сәттілік. Қатжыр. Балалар, қанталапай ойыны өз мәресіне жетті. Енді балалар, жеңімпазды анықтаймыз. Кімнің қолында қанша асық бар? Қане бір-бірден қазір айтып санаймыз. Сол көп асығы бар адам қанталапай ойынына жеңіске жеткен болып есептеледі. Бірінші біздер хан асығын ойынды бастаған Ибрахимден бастаймыз. Ибрахим санай бол, асықты санап салады. Ибрахимде 3 асық, 3 ұпайы бар екен. Келесі біздер Әміренің асығын санаймыз. Жарайсың, Әміре детінші. Нұрасыл сана. Нұрасылда да 3 ұпай екен. Енді соңғы бізде Расул санайғы ұпайымыз. Біздер бүгінгі қанталапай ойынның жеңімпазы бізде Расул болды. Қане қол шапалақтайық бәріміз.